Сәлем достар, Python программалау негіздері курсына қош келдіңіздер. Мен атым Ғани. Осы курс барысында біз программалау негіздерін үйренетін боламыз және Python тілін өтетін боламыз. Сондықтан Python'ды сіздермен таныстырып кетейін. Python ол қазір кең таралған тілдердің бірі болып саналады. Яғни мысалға GitHub'тың статистикасына жүгінетін болсақ, Python ол 2024 жылы JavaScript программалау тілін озып, қазір әлемдегі ең кең қолданылатын программалау тіліне айналды. Енді неліктен Python? Өйткені Python синтаксі өте қарапайым және кодингті енді үйреніп жатқан адамдарға оны меңгеру өте жеңіл болып саналады. Дегенмен синтаксисі оңай болса да, Python өте кең ауқымда қолданылады. Мысалға, Python көмегімен біз компьютерді басқарып, неше түрлі іс-әрекеттерді орындайтын робот жасай аламыз. Немесе Python арқылы біз қарапайым скрипттер жасай аламыз. Мысалға, Excel-ді текстке немесе мәтінді керісінше Excel-ге түрлендіретін мысалы скрипттер жасай аламыз. Сонымен қатар Python веб бағдарламаларды жасауға да қолданылады. Және қазір ең атақты хайпқа айналған салалардың бірі ол Data Science және Machine Learning, немесе жасанды интеллект. Осылардың барлығы осы Python және R деген тағы екінші тіл бар. Осы екі тіл көбіне осы салаларды дамытып жатыр. Яғни осы салалар осы Python тілінде дамып жатыр. Сондықтан Python'ды үйренген адам неше түрлі салаларда жұмыс істей алады. Енді осы курс барысында біз үш бағдарламаны жасауға тырысамыз. Өйткені бізге жай ғана кодинг жасау қызық емес қой. Өйткені мысал ретінде бір кішігірім жобалар жасау әлде қайда қызығырақ болады деп ойлаймын. Және осы үш жоба, біріншісі ол пайдалану үшін мәліметтерін форматталған түрінде шығаратын бағдарлама. Яғни біз қолданушының атын, жасын және тұратын қаласын беретін боламыз, және сол мәліметтерді әдемі форматталған түрде шығаратын бағдарлама жасаймыз экран бетіне. Екіншіден, екінші күні қарапайым калькулятор жасайтын боламыз. Ол бағдарлама не істейді? Бізден екі сан сұрайды. Сол екі санды енгізген кезде оларға қосу, алу, көбейту және бөлу амалдарын орындайтын калькулятор болады. Және сол амалдардың орындалу нәтижесін экран бетіне шығарады. Және үшінші күні біз квиз ойын жасайтын боламыз. Ол квиз ойынына не істейді? Бізге 4 сұрақ қояды. Енді біздің мысалда ол мемлекеттердің астанасын сұрайтын болады. Және егер біз дұрыс жауап беретін болсақ, бізге дұрыс немесе бұрыс деп нәтижені экран бетіне шығаратын болады. Неге осындай жобалар жасайтын боламыз. Жалпы курс Академия платформасы негізінде өтетін болады. Және ол үшін біз не істеуіміз керек? Мына тегін бастау батырмасын басамыз. Және егер бізде Google аккаунт болатын болса, Google арқылы кіруіміз керек. Немесе егер тіркелмеген болсақ, біз тіркелу батырмасын басуымыз керек. Және мына жерде электрондық почта және өзіміздің құпия сөзімізді, яғни парольді енгізуіміз керек. Осыдан кейін тіркелуді бассақ, біз осы курсқа өтетін боламыз. Бірақ менде
аккаунт бар, сондықтан мен сол аккаунтымды енгізейін және кіруді басайын. Енді Python программалау негізі курсын аштым және курсқа өту батырмасын басайын. Енді бірінші сол Codemy платформасымен таныстырып кетейін сізді. Codemy платформасы ол сол жағында осындай аймақ болады. Ол аймақта біріншіден өтетін сабағымыз көрсетілген, екіншіден сол тақырыпты түсіндіретін сабақ берілген, екіншіден мысалдар келтірілген, және үшіншіден сол тақырыпқа сәйкес тапсырма берілген, және сол тапсырманы біз мысалға осы код редакторында енгізе аламыз, және мысалы кодты орындауды бассақ, оның нәтижесі мына терминал аймағында шығатын болады. Және біз мысалға осы тапсырманы орындағаннан кейін кодты тексеруді бассақ, бізге платформа сол тапсырманы дұрыс орындадық па, дұрыс орындамадық па, соны бізге шығаратын болады. Егер дұрыс орындаса, онда мына жерде келесі сабақ деген батырма пайда болады, және соны басу арқылы келесі сабаққа өте аламыз. Және бізде егер мына меню батырмасын басатын болсақ, онда мына жерде бүкіл сабақтардың тізімі көрсетілген. Мысалы, бірінші күн, екінші күн және үшінші күн. Және сол секцияның ішінде сабақтар беріліп кеткен. Егер біз сол сабақты сәтті өтсек, бізге осындай жасыл батырма шығады. Ал егер өтпесек, мына жерде ешқандай батырма шықпайды. Сондықтан осылай прогрессімізді тексерсек болады. Енді мына жерде мен мысалға ең алғашқы сабақты бастайын. Ол Hello World мәтінін экран бетіне шығару. Мінекей Hello World мәтінін экран бетіне шығарамыз. Және экран бетіне мәтінді шығару үшін Python тілінде print деген команда қолданылатын болады. Одан кейін екі жақша қойылу керек. Және осы команданың екі жақшасына тырнақшамен өзіміздің мәтінімізді берсек болады. Мысалы, hello. Мына жерде мысалы мысалды көрсетіп кеттік. Сәлем әлеме. Біз кодымызды жаздық. Және кодты орындауды бассақ, бізде төменде сәлем әлем деген мәтін экран бетіне шықты. Жалпы барлық программалау тілдерінде код қалай орындалады? Ол қадам-қадаммен орындалады. Мысалы, бірінші жол орындайды компьютер, одан кейін екінші жолды орындайды. Солай төмен түсе береді. Яғни жоғарыдан төмен қарай. Егер біз мысалға тағы да принттесек, менің атым Жексенді, мысалы. Және кодты орындауды басатын болсақ, мінекей бізде бірінші сәлем әлем деген мәтінді экран бетіне шығарды компьютер. Одан кейін менің атым Жексен. Және біз мысалға мына батырманы егер басатын болсақ, біз мына кодты көшіре аламыз, және оны редактор аймағына қоса аламыз. Мен мысалы қойдым, кодты орындауды бастым, сәлем әлем деген мәтін шықты. Енді тапсырманы орындайық. Бізге мысалға Hello World деген мәтінді экран бетіне шығару керек. Біз қалай шығаратынын білеміз, яғни print екі тырнақшаның ішіне мәтінді жазу керек. Кодты орындауды бассақ, Hello World мәтіні экран бетіне шықты. Жалпы кез келген программалау тілін үйренуді бастаған кезде осындай ең алғашқы бағдарлама жазады адамдар. Яғни
программалау саласында осындай салт дәстүр десек те болады. Яғни Hello World мәтінін экран бетіне шығаруды үйренуден бастайды. Сондықтан құттықтаймын, программалау саласына алғашқы қадам жасадыңыз. Енді кодты тексеруді басатын болсақ, ол біздің жасаған тапсырманы орындағанымыз дұрыс па, дұрыс емес па, соны көрсетеді. Мінекей бізде тексеру сәтті өтті деп тұр, яғни біз келесі сабаққа өте аламыз деген сөз. Сәйкес түрде мына жерде келесі сабақ батырмасы пайда болды. Оны басқан кезде біз келесі сабаққа өтетін боламыз. Енді программалаудың тағы бір негізгі түсініктерінің бірі ол айнымалылар. Яғни айнымалылар кеңінен қолданылады, онсыз программалау мүмкін емес. Яғни айнымалы деген ол математикадағыдай белгілі бір мәнді сақтайтын жадыдағы орын деп айтсақ та болады. Мысалы бізде мына жерде x деп тұр. X деген ол айнымалының аты, және оған 5 деген мәнді меншіктедік. Және y деген айнымал, оған Hello World деген мәтінді меншіктедік. Енді мысал ретінде көрсете салайық. Мінекей кодты орындадық. Біз енді x және y айнымалын құрдық. Және оларға 5 және Hello World мәтінін меншіктедік. Меншіктеу үшін біз математикадағыдай тең деген айнымалын жазуымыз керек. Егер мысалы, яғни тең операторын жазуымыз керек. Және егер теңді жазбайтын болсақ, онда ол бізде қате тудыратын болады. Сондықтан осыны ұмытпау керек. Және біз мысалға осы айнымалының мәнін экран бетіне шығара аламыз. Мысалға print дедім, оған x деп бердім. Кодты орындаған кезде ол маған x-ін ішіндегі мәнді экран бетіне шығарып берді. Сәйкес түрде мен мысалы print y десем, ол сәйкес түрде 5-дің астына Hello World деген мәтінді шығарды. Яғни алдында айтып кеткенімдей, компьютер не істейді? Ол бірінші мына жолды орындайды, одан кейін келесі жолға өтеді. Y-ге Hello World мәтінін меншіктейді, одан кейін экран бетіне X-ті шығарады, X-дің мәніне, одан кейін экран бетіне Y-дің мәнін шығарады. Егер мысалы біз осыны алып орын ауыстыратын болсақ, онда кодты орындаған кезде керісінше бірінші Y-дің мәні шығады, яғни Hello World, одан кейін X-дің мәні шығады, яғни 5. Және тағы да ескеріп кететін жайт, біз мысалға айнымалыны жарияламай тұрып, біз оны қолдана алмаймыз. Өйткені компьютер оны түсінбейді. Яғни X сен жариялаған жоқсың, сен қалай қолданып отырсың дегенде бізге хабарлама шығарады. Мысалы кодты орындауды бассақ, мінекей X деген айнымал әлі жарияланбаған деген мәтінді, яғни хабарламаны бізге шығарып тұр. Сондықтан осыны да бізге ескеру керек. Енді мына жерде тапсырмамызды орындайық, яғни name деген атты айнымал құруымыз керек, және оған өзіміздің атымызды енгізу керек. Сосын оны экран бетіне шығаруымыз керек. Айтып кеткенімдей, name деген айнымалының атын бердік, одан кейін тең дедік, және атын беріп кетеміз. Мысалға кодты орындауды бастым, бірақ бізде терминалда ештеңе шыққан жоқ. Неге? Өйткені біз print командасын жазған жоқпыз, яғни ұмытып кеттік. Сондықтан print деген қосайық, print name деп. Және кодты орындауды басқан кезде бізге не деген атымызды терминалға шығарып берді. Енді кодты тексеруден бассақ,
тексеру сәтті өтті деп шықты, және біз келесі сабағымызға өте аламыз. Ал енді келесі сабағымыз input функциясын қолдану, яғни біз интерактивті бағдарлама жасауды үйренеміз осы сәттен бастап, яғни компьютер бізден белгілі бір мәліметті енгізуді сұрайды, және сол мәліметті енгізген кезде ол не істейді, сол мәліметпен белгілі бір операция орындайды. Және мысалы бізде мәліметті алу үшін Python тілінде input деген команда бар. Оны input деп жазуымыз керек, және екі шақша беруіміз керек. Және кодты орындау деген басқан кезде біз мысалға атымызды берсек болады, яғни жасымызды. Және интерді басқан кезде не істейді? Осы input қолданушы енгізген мәліметті мына айнымалыға меншіктейді. Бірақ бізде мына жерде ешқандай команда жоқ, сондықтан осымен бағдарлама өзін орындауын тоқтатады. Және біз мысалға сол айнымалы мән экран бетіне шығаратын болсақ, онда print h деп жазсақ болады. Енді кодты орындауды бассақ, бізде компьютер не істейді? Күтіп жатыр. Яғни input деген сіз мәліметті енгізіп enter батырмасын баспайыңызша, ол келесі жолға өтпейді. Яғни ол күтіп жатады бізден мәлімет енгізуді. Және мен мысалға 25 деп енгіздім. Енді интерді бастым. Мінекей код ары қарай орындала бастады. Яғни h мән экран бетіне шығарды. Мінекей осылай input деген команданы қолдансақ болады. Және бұл жерде тағы айтатын нәрсе, ол біз input екі жақшаның ішіне біз өзіміздің мәтінімізді, сұрағымызды жаза аламыз. Мысалға, атымыз жасың нешеде? Және біз кодты орындау деген басқан кезде бізге жасың нешеде деген мәтін шықты, және курсор мына жерде тоқтап қалды. Яғни бізден жасымызды енгізуді күтіп отыр. Біз мысалға 25 деп енгізіп, интерді бассақ, мінекей 25 деген мәтінді print командасы экран бетіне шығарды. Және бізде мына жерде шамалы әдемі емес болып тұр, сондықтан біз не істей аламыз? Біз мысалы мына жерге бос орын қоса аламыз. Сол кезде бізде мына мәтін мен енгізген мән арасында бос кеңістік болады. Мінекей енді орындасақ, мінекей мысалы 25 деп енгіздім, әдемі арасы бос орын тұр. Және интерді басқан кезде мінекей print командасы экран бетіне шығарды. Енді мысал ретінде мына кодты алайық, және соны орындап көрейік. Бұл жерде алдында айтып кеткенімдей, сіздің атыңыз кім деген мәтін экран бетіне шығады. Және біз атымызды енгізген кезде сәлем, өтір, бос орын және атыңызды экран бетіне шығарады. Орындап көрейік. Сіздің атыңыз кім? Мысалға не деді? Enter бастым, сәлем, қани экран бетіне шықты. Енді мына жер түсініксіз болып тұрған шығар сізге. Бұл жерде айтып кететін жайт, программалау тілінде мәтіндерге де қосу амалын қолдануға болады. Бірақ бұл жерде арифметикалық амал емес, жай ғана екі мәтін қосылып бір сөйлемге айналады. Яғни бізде мына жерде сәлем, өтір және бос орын сол шықты, және оған мен атым қосылды. Мінекей осылай
мәтіндерге операция орындауға болады. Оны ғылыми тілде конкатенация деп аталады. Оны кейін үйренсеңіздер болады. Сонымен қатар плюс емес, жай үтір жазсақ та болады. Онда print командасының сондай ерекшелігі бар. Ол үтір арқылы не мысалға мәнді не айнымалын берсек, соның бәрін арасынан бос орын қосып экран бетіне шығарады. Мысалға не дедім, сәлемді арасына бос орын қосты, тағы бір және атымды шығарды. Егер мысалы тағы да үтір қосып, мысалы қалай деген мәтінді қосатын болсақ, клиппел қойсақ және кодты орындауды бассақ, сәлем ғани қалай деп тұр. Осылай жұмыс істейді. Немесе жаңағыдай айтып кеткенімдей конкатенация қолдансақ болады. Сәлем ғани қалай деп жатқыз. Интерді басып, не сәлем ғани қалай. Осылай жасауға болады. Енді тапсырмамызды орындық. Бізге h деген айнымалыны жарияла деп тұр. Яғни ағылшынша жас деген мағынаны біледі. Яғни адам жасы. Және оған input арқылы енгізейік. Және print командасын қолдана отырып, белгілі бір мәтінмен хабарлама шығар деп тұр. Мысалы, сіздің жасыңыз мынандай деп. Ол үшін print командасын қолданамыз және осы мәтінді көшірсек болады. Сіздің жасыңыз мысалға плюс h десек және кодты орындауды бассақ 25. Сіздің жасыңыз 25 деп тұр. Енді мына жерге шамалы әдемірек жасайық бағдарламаны. Сіздің жасыңыз нешеде деген сұрақ шығарсын. Сіздің жасыңыз нешеде? Мен жасым жаздым. Сіздің жасыңыз 30-та деп тұр. Осылай тапсырманы орындадық. Енді кодты тексеруді бассақ, біздің платформа тексереді. Код сәтті орындалды деп тұр. Сіздер ойлап отқан шығарсыздар, әшейін бір батырма деп, бірақ мысалға мен осы мәтінді алып тастасам және 25-тен және осыны тексеретін болсам, бұл маған айтады. Сен мысалға print командасын қолданған жоқсың, сәйкес түрде h айнымалысын экран бетіне шығарған жоқсың. Сондықтан не қосқаннан кейін тексерсек, осылай біздің жазған тапсырмамызды тексеріп шықты. Енді келесі сабаққа өтейік. Енді осы тақырыптағы жеке профиль генераторы деген бағдарламаны жасайтын боламыз. Яғни біз алдында бүкіл жинаған білімімізді, яғни біз экран бетіне мәтінді қалай шығаруды үйрендік, айнымаларды қалай қолдануды үйрендік, және қолданушыдан мәліметті қалай алуды үйрендік. Енді біз осы алған білімімізді осы бағдарламаны жасауға қолдана аламыз. Яғни мысалға мысалды көрсетіп кетейін. Бұл жерде біз 3 айнымалы жарияладық. Name, age, city, яғни аты, жасы және тұратын қаласы. Және біз оны әдемі форматталған түрде экран бетіне шығарамыз. Мысалы, біз егер мынаны орындасақ, жеке профиль, аты жөні Айгүл, жасы 20, қаласы Алматы. Әдемі түрде шығып тұр.
Енді осы жоба негізінде біз не істеуіміз керек? Біз пайдаланушыдан ақпарат сұрауымыз керек. Яғни input командасы арқылы оның толық аты жөнін сұрайтын боламыз, жасын сұрайтын боламыз, тұратын қаласын сұрайтын боламыз, және қандай хобби бар, соны да сұрайтын боламыз. Және осыны орындау үшін біз сәйкес түрде 4 айнымалы қолдануымыз керек. Мысалы, толық аты жөні, мысалы name деп қолданайық. Және оның орнына input қолданамыз, жаңа сұрақ қойық. Толық аты жөні деп. Одан кейін біз жасын сұраймыз. Мына жерде де input қолданамыз. Жасы және қаласы. Input қаласы. Және 4-ші айнымалыны қосайық, ол хобби. Хобби деген айнымалыны жарияладық, және ол input арқылы сұрақ қоямыз. Хобби қандай? Енді мінекей кодты орындаған кезде бізге біріншіден атымыз сұрайды. Мысалы, мен атым Ғани деп енгізейін. Enterді бастым. Одан кейін жасым сұратын, 25 десек, келесі сұрақты қояды, ол қаласы. Мысалға, Қызылорда. Enterді бассам, енді хобби. Хобби қандай? Кітап оқу. Енді қазір Enterді бассақ, бізде міне жеке профиль, аты жөні, жасы, қаласы шығып тұр. Тек қана бір нәрсе шықпай тұр, ол хобби, оны да қоссақ болады. Енді кодты тексеруді бассақ, бізде бәрі дұрыс деп тұр, бірақ мен өзім хобби дегенді қоса салайын. Және ол жерде хобби айнымалысын қолдануымыз керек. Окей, болды. Енді код орындасақ. Ғани, жасы 18, қаласы Қызылорда. Қызылорда. Хобби. Мінекей Ғани, жасы 18, Қызылорда, хобби, кітап оқу деген әдемі форматталған қолданушының жеке профилін экран бетіне шығардық. Окей, осы секцияны орындадық. Келесі секцияны келесі күн өтетін боламыз. Сол үшін рахмет.